Сәлем достар, сіздердің бүгініміз Мари Тока. Және де бүгін біздер жаңа сериямыз Кедей қыздың екінші бөлімін түсіретін боламын. Ал біз бастаймыз. Таң атты. Бүгінгі жұмысыма барамын. Және де бірінші кофемді ішіп алайын. Так, жұмыстан соң продукт алуға барамын. Ал жұмысқа барайын. Сәлем қыздар. Сәлем. Так, мен осы түстерді араластырайын. Сосын осы күлгін және осы сары жіпкемен тігейін. Қайшын алайын. Ой. Осылайынан 1 сағат өтеді. Біттім ау. Нормально шықты. Ал енді сары жіпті алайын. Орап алдым. Енді көк жіппен тігейін. Және де жасмин осылайынан кешке деген осылайынан тігіме айналысып түрлі киімдер тігіп отырады. Біттім. Жіпті және қойып қояйын. Бір күннің ішінде 10 киім тіктім. Енді ханымды күтейін. Жанна. Алайгүл. Мына қыз кеше ғана келбет уже 10 киім тікті. Біз әлі отырмыз неті қиқымдап. Так, ішінде 10 киім. Жақ қойып қояйын. Кофемді іше берейін. Қазір хан киіп қалған жар. Осындай уақытта келетін сияқты еді. Кофемді ішейін. Саламатсыз апай, қалайсыз? Жақсы. Бүгін мен кешірек келдім. Себебі ертең менің жұмыстарым шығып қалады. Сол үшін сен жұмыстарыңды бүгін көрейін деп келдім. Жарайды. Тоқтаңыз. Міне бүгін бір күнде қазір 10 киім тіктім. 10 киім. Қазір көрейін мен бірінші. Так. Бірінші тіккен киімің бұл емес, бірақ бұл кейіннен тікілген. Бұл жас қыздарға әдемі тұрады. Менгі негізі жас қыздарға, болмаса сізде адамдарға кете береді. 2. Вау, қандай әдемі киімдер. Сен екеуін бір-біріне ұқсасты тіккесінде. 3. Ал бұл мектепке кететін форма. Қыдырғанда, тоже қыдырғанда, серуенге шыққанда, үйде киеді. Мынандай мектеп формаға киіп кетуге болады. Мынау да үйде киген кезде болмаса серуенге шыққанда киюге болады. Жалпы 10 киім. Молодец, мен саған сенім, және сен менің үмітімді ақтадың. Сол үшін бұл киімнің барлығы ұнады. Сондықтан мен саған осы жұмысың үшін осынша 10 киім, бір күнде 10 киім тіккенің үшін мен саған бүгінгі 100 000 теңге беретін боламын. 100 000? Ол өте көп ақша ғой. Және де сен осы лайықты жасаған үшін саған бүгін мен айлыққа 100 000 теңге беретін боламын. Рахмет сізге. Жарайды, қазір сен мыналарды жасай тұр. Мен сенің жалақыңды әкеліп берейін. Қазір күте тұр. Ура! Бір күнде 100 000 теңге таптым. Бұл жақсы табыс. Міне. Жаңадағы 30 000 қосып берейін, 130 000 болады. Бүгіндікі жақсы істеді.
Жасмин, ау, саламат. Міне, бұл жерде 130.000 теңге бар. Сен себебі бір күнде осындай киім тіккенің үшін 100.000 жетпейді, сондықтан жанына 30.000 теңге қостым. Сосын 130.000 теңге болды. Сізге рахмет көп. Оқас жоқ, ал мен барып мына жерге қойып қояйын. Осы жерден қазір жіберіледі өзі. Ал мен осы жерде демалып отыра берейін. Қане жақсы болды. Осынша істегенім үшін өте қуаныштымын өз-өзіме. Мынаны қойып қояйын. Ал енді жатайын. Өте қатты түнеп кетті. Достар, сау болыңдар. Бүгін бізде екінші сериясы осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Алда талай үшінші сериясы шығады. Сау болыңыздар.